Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы Қазақстан халқының музыкасы, татар және ұйғыр халықтары деп аталады. Оқулықтағы 29-шы сабақ 89-шы бетті ашып қарауларыңызға болады. Сабағымыздың мақсаты әртүрлі халықтардың музыкасын тыңдап, олардың айырмашылығын анықтау. Қазақстанда тұратын халықтардың танымал шығармалары мен мәдениетіндегі ерекшеліктерін анықтау және ақпарат іздеу. Бүгінгі сабағымызда татар және ұйғыр халықтарымен танысамыз. Татар және ұйғыр халықтарының өнері, музыкалық дәстүрін оқып білеміз. Қазақстан халқының музыкалық аспаптарын татар халқының музыкалық аспаптарымен салыстырып, ұқсастығы және айырмашылығын анықтаймыз. Ендеше оқушылар, татар халқына келер болсақ, Қазақстан жеріне қоныс аударып келген халықтардың бірі татарлар. Тарихи атамекендері Ресейдің орталығында болғанымен, олардың біразы қазақ жерінде тұрады. Ұлы Абай татар халық әндерінің сырнаймен ойналатын музыкасын көп тыңдаған. Әндері әсем әуенді, сұлу сазды болып келеді. Ендеше осы сөзімізге дәлел болу үшін татар халық әні Алмағатшылары әнін тыңдаймыз. Исәнмесез? Исәнмесез? Әләрегез ничек? Яхшы, зарланганыбыз юк. Үзегез нихәл? Әләре шәп. Куя миңа давыңны бирәлек. Мә? Нишләп утырасыз? Nə утырамыз? Алмаша утырабыз. Утырмаска кирәк. Шәрә кирәк. Җырларга бирергә кирәк. Җырларга. Кірдім алыма бақшасына, алыма жерге құйылған. Жырламыйша түзе алымын жейін дуслар жайылған. Жырламыйша түзе алымын жейін дуслар жайылған. Ей алмағашлары, сойры сандуқ ашлары, сойры, 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 сойры сағындыра башлады. Жырлый галі, адама ашық күйіне, шулы күйге жыралаған шақта көңіллерім сүйіне. Шулы күйге жыралаған шақта көңіллерім сүйіне. Ей алмағашлары, сойры сандуқ ашлары, сойры, 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 сойры сағындыра башлады. Сойры, 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 сойры сандуқ ашлары. Жырлый галі, шушайда, қышқарып жырлап жибәрем, йонған йөрәккә файда. Қышқарып жырлап жибәрем, йонған йөрәккә файда. Ей алмағашлары, сойры сандуқ ашлары, сойры, 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 сойры сағындыра башлады. Сойры, 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 сойры сандуқ ашлары. Ей алмағашлары, сойры сандуқ ашлары, сойры, 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 сойры сағындыра башлады. Сойры, 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 сойры сандуқ ашлары. Қызлар, әйдәгез үйге киттек. Кая? Нәрсәгә? Бүтәннәрнең дә җырлыйсы бар бит. Бүтәннәрнең дә. Татар халық музыкасы басқа да халық мәдениеті сияқты көп ғасырлық тарихи даму жолынан өтті.
Кезінде музыкалық фольклор тұрмыста жиі қолданылған. Мысалы, жыл мезгілдерін қарсы алу және шығарып салу, жаңбыр шақыру, нанды салтанатпен қошеметтеу, сабан той, үйлену тойлары және тағы басқа. Осының бәрі де бір-бірімен тығыз байланысты. Музыкада адамдар өмірі, тұрмыс тіршілігі, салт дәстүр айқын көрініс тапқан. Татар халқының музыкалық фольклорын әншілік, шығармашылық пен аспаптық музыкаға бөлуге болады. Әсіресе, әнде халықтың өмірі, оның көңіл күйі жақсы байқалады. Аспаптық музыкаға келетін болсақ, бұл жерде көп нәрсе ұлттық аспаптармен байланысты. Татар халқының музыкалық аспаптарына гармонь тальянка, курай, кубыз, скрипка, сурнай жатады. Ендіше оқушылар, өздеріңіз байқаған болсаңыздар, жоғарыда аталған татар халқының ұлттық музыкалық аспаптарының кейбіреулері қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптарымен өте ұқсас болып келеді екен.
Ендіше оқушылар ұйғыр халқына келер болсақ, ұйғыр халқының музыкасы өзбек музыкасына жақын. Ұйғыр халқының музыка мәдениеті халық дәстүрімен тығыз байланысты. Көп әндері тұрмыс тіршілігіне, салт дәстүріне қатысты болып келеді. Сол сияқты табиғат, жыл мезгілдері және жан-жануар, құстар туралы әндері де баршылық. Бірде-бір тойлары би өнерсіз өтпейді. Халық аспаптары да өзбектің музыка аспаптарына өте ұқсас. Ұйғыр халқы өнерін, мәдениетін аса құрметтеп, сақтай отырып, кейінгі жас ұрпаққа мұра етіп келеді. Ендіше оқушылар Ұшар би ансамблінің орындауындағы ұйғыр биін тамашалайық. Олай болса, балалар, үйге тапсырмалайық. Татар халқының қандай ұлттық мейрамдарын білесің? Татар халқының қандай ұлттық музыкалық аспаптары бар? Ұйғыр халқының музыкасының ерекшелігі неде? Ұйғыр халқының музыкасы және ұлттық аспаптары қай ұлтқа жақын болып келеді? Қазақстанда тұратын халықтардың танымал шығармалары мен мәдениетінің ерекшеліктерін анықта және ақпарат ізде. Ал ендіше балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.